Қайырлы күн, менің атым Наурызбай Миран Талғатұлы, 58-ші жалпы білім беретін орта мектебінің 8-ші А класс оқушысымын. Мен музей тарих куәсі деген конкурстың қатысушысы боламын. Сіздерді Ақтөбе облыстық өлкетану музейімен таныстырғым келеді. Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің тарихы. Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің даму, құрылу тарихына тоқталсақ, архив құжаттарында ол 1929 жылдың 25 тамызында өлке тарихын таныстыратын көрме есебінде қалыптаса бастағандығы. Қазақстан өлкесін зерттеу қоғамының Ақтөбе бөлімімен осы көрмеге ерекше назар және болашақ музей іргетасының қалануына себепші болғандығы келтіріледі. Музей шағын мектеп музейі ретінде шаңырақ көтерген. Құжаттарда ол жергілікті басқару жүйесіне қарасты жергілікті өлкетану музейі, округтік өлкетану музейі деп аталады. 1929 жыл мен 1934 жылдың шілде аралығында өлкетану музейі көлемі 6x6 шаршы метр болатын қала шетіндегі лайықталмаған ғимаратқа қоныс аударды. Өңделмеген ағаштан тұрғызылған ғимаратта қаржының тапшылығына байланысты жөндеу жұмыстары жүргізілмеген еді. Ұжым бұл ғимаратта ұзақ тұрақтамай 1934 жылы миссионерлік шіркеу мектебінің ғимаратына көшеді. Осы жылдың желтоқсан айында Ленин көшесі бойындағы бұрынғы торговый синдикат конторасының орнына қоныс аударады. Музейдің пайдалы алаңы өсіп, тақырыптық экспозицияға 250 шаршы метр бөлінді. Мекеменің бастау тарихында оның ұйымдастырушысы әрі басшысы 1929-1945 жылдар аралығында музей директоры болған Давид Темушко музейдің дамуына үлкен күш-жігерін жұмсаған азамат. Ұлы Отан соғысы жылдары облыстық музей уақытша өзінің қызметін тоқтатады. 1946 жылы қалалық атқару комитетінің шешімімен өлкетану музейі қоныстанған ғимарат маман кадрларды дайындау еңбек резервіне беріледі. Уақытша мәдениет үйінің екінші қабатына қоныстанған ұжым қыркүйек айында жергілікті биліктің араласуымен қаладағы Комсомольская номер 22 ғимаратына көшіріледі. Музейдегі тақырыптық экспозицияның орналасқан ауданы 120 шаршы метр құраса, кітапханасы мен қор сақтау бөлімі бір бөлмеде 16 шаршы метр жерде орналасты. Музей қызметкерлері мен канцелярия бар жоғы 12 шаршы метр жерде орналасуына тура келді. КСР халық комиссариатының 1944 жылдың 8 шілдесінде шыққан қаулысы бойынша Ойыл ауданында Шығанақ Персеевке арналған музей ашылып, ол 1953 жылға дейін жұмыс жасап тұрды. Кейін облыстық тарихи өлкетану музейінің құрамына қосылады.